Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен дәрігер Мұратбековна. Бүгінгі біздің айтатын тақырып ол миод жайлы болады. Араның балы қалай таңдау керек, қандай түрлері болады. Қазіргі таңда осындай миодтарды алуға бола ма, жоқ әлде биодобавка түрінде таңдаған дұрыс па? Сол жайлы сөз қозғаймыз. Мына миодты мен гүлдерден жасалынған цветочный миод қылып заказбен алдырған болатынмын. Мамаға күнделікті шаймен қанттың орнына заменять етіп ішіп отыру үшін. Бірақ бұл миодтың құрамын да зерттеу керек екен. Таңдайтын кезде оны дұрыс таңдай білу керек. Жалпы миод білесіздер ғой, организмге өте пайдалы. Дегенмен де составында витаминдері бәрі өте жақсы сақталған. Бір жағынан мынадай балаларға прополис деген добавканы алып қойдым. Бұл прополис кәдімгі аралардың ұясын, арасын сағыз сияқты сылақ түрінде жинақталып қоятын прополис болып саналады. Бұны шайнаған кезде асқазанға өте пайдалы, бактерия, вирустарға қарсы күшті көмектеседі. Природный антибиотик деп айтуымызға болады. Балаларға осы прополисті беріп, ал ана миодты арасында енді сүтке араластырып қойып беріп отырамын. Ана прополисті әсіресе жөтеліп қалған кезде балалар кішкене бір мұрындардан суаға бастаса, осы прополисті бере бастаймын. Негізі осы миодты зерттеген ғой, ғалымдар зерттеп қараса, Дэвис деген доктор болғанда, ол зерттеп қараған сүтте 3300 жыл бұрынғы миодты тауып алған ғой. Құрамын тексерсе, құрамы сол күйі сақталған екен. Витаминдері, питательный заттар, соның бәрі күшті сақталған екен. Сонымен ол таң қалады, миодтың қандай мықты екендігіне көзі жетеді. Жалпы Құранда да именно осы аралардың жинақтайтын миодын дертке шипа деп айтып жатады. Именно аралар туралы сондай кездеседі екен Құранда. Енді осы миодтың құрамында тозаң деген болады да. Ол тозаң гүлдердің тозаңы болып саналады. Ол гүлдердің тозаңында 96 түрлі микроэлементтер болады. Микроэлементтердің ішіне барлық витаминдер, 22 амин қышқылы кіреді, 27 түрлі минералдар кіреді. Сонымен қатар пыльца деп отырған тозаңы ғой гүлдің. Ол 20 грамм пыльцаны алатын болсақ, яғни 2 ас қасық пыльцаны алатын болса, 1 килограмм еттің құрамында кездесетін белоктар болады екен. Осындай егерде миод алуға тоже таза миод сататын таныс болмай жатса, таныс болғанда да по-любому бір нәрсе қосатын сияқты маған. Сондықтан лучше самый проверенный составы дұрыс, зерттеулерден өткен, әлде зерттеу жүргізіп жатқан түрлерін алған дұрыс деп ойлаймын қазіргі кезде. Тем более экология, кез келген қала болсын, ел болсын, экологиялық зоналар өте көп. Мынандай ірі миодтан прополис, маточное молочко жасайтын компаниялар, олар не істейді? Сатып алады, прямо төбесінен ұшақ ұшпайтын қылып, пестицид, гербицид қоспай, чтобы өздерінің брендін дұрыс дамыту үшін. Осы пыльца, сосын прополис, одан бөлек маточное молочко деген нәрсе болады. Бұл маточное молочко деген именно аралардың ішінде матка ара болады да, сол матка араны тамақтандыруға арналған сүт болып саналады. Сүті деп айтуымызға болады, бұлай қоректік зат қой енді. Егер де аралар негізі жұмысшық аралар 40 күн өмір сүре алады екен. Егер осы маточное молочконы берсе, олардың өмір сүру ұзақтығы 300 күнге дейін артады екен. Именно осы маточное молочконың құрамында В витамині өте көп. Сондықтан да әсіресе әйел адамдарға осы маточное молочконы ішіп отыру керек. Ол дене барлық клеткаларды алмасуын реттейді, қажетсіз заттардың сыртқа шығарылуын реттейді, сонымен қатар майлар алмасуын реттейді. Әсіресе етеккірді ауырсынып келетіндерге осы маточное молочконы ішкен өте пайдалы болып саналады. Маточное молочко ол бізде жаңағы матка ара маточное молочконы ішіп алып, сосын күнде жұмыртқаларын сала береді. Ұяларға, араның ұясына, сол көбейтіп отырады. Ол басқа жұмысшы араларға қарағанда
ұзақ өмір сүреді екен. Сондықтан да именно маточное молочко, прополис дегендердің пайдасы өте зор. Негізінен Forever компаниясының мен солның пыльца, прополис деген түрлерін таңдадым да. Неге? Өйткені олар кәдімгі объемный ғалымдарды шақыртып отырып кез келген продукциясына зерттеулер жүргізеді, клинический зерттеулер жүргізеді. Сосын қараса, именно осы мёдтан жасалынған таблеткалары, биодобавкалары, олар өте таза регионда жасалынған екен. Уже авторитетный Санаран деген пустыня бар да, сол жерде күшті шөптер, емдік шөптер өседі. И сол жерді прям бүкіл қаншама территориясы бар аумақты сатып алған. Содан кейін ол жерді төбесінен вертолет, самолет дегендер ұшпайды. Сосын топырағы, пестицид, гербицид дегендер жоқ. Сондықтан да питаниясы прям күшті и организмге пайдасы зор болып саналады. И плюс бұлар как табиғи антибиотик деп айтуымызға болады. Бронхиальная астма, давление жоғары болған кезде, ишемия, инсульт алса, аллергияның кезінде де көп адам айтып жатады, мёдқа аллергия бар деп. Негізі, егер де осындай аллергиялық реакциялар, әсіресе көктемде, күзде мұрын бітіп аллергия болатындарыңыз болса арасында, оны қыста емдеген дұрыс. Осындай пыльца, пчелиный прополис ішу арқылы организмде иммунитет қалыптастырасыздар. Негізінен бұл мёд деген әйел адамдардың именно жатырына өте пайдалы, воспалениеге қарсы, кисталарға күшті көмектеседі. Сосын бас ауыратын, ұйқысы қанбайтын, үнемі әлсіреп жүретін, плюс гормональный сбой болатын болса, семіздік болатын болса, міндетті түрде мёд қолдану керек. Таза мёдтан жасалынған осындай прополис таблеткаларын, пыльца или маточное молочко ішуге болады. Олар организмде зат алмасу процесін реттеп отырады. Мёдтың ішінде, жаңа мен айтып өттім, 96 түрлі микроэлемент болады екен. Оның ішінде амин қышқылдары бар, сосын витаминдер бар, минералдар бар, тамақтың қорытылуын реттейтін ферменттер бар. Сондықтан да оны прямо ішіп отыру керектер. Уақытлы дозировка ретінде күнделікті питанияның құрамында болғаны дұрыс. Пчелиный пыльцаны үлкен зерттеуден өткізсе, даже адамның ДНК-сы, РНК-сы деп айтамыз ғой, ақпараттық тасымалдайтын, соларға да өте пайдалы екен. Тұқым қуалайтын аурулар болады ғой, соларды обновление жасап, иммунитетті көтеріп кету үшін даже ДНК уровенінде әсер етеді екен. Сол информацияны оқып мен таң қалып отырмын. Оказывается, адам ДНК-сына әсер ететін мёдтың сондай действиесі бар екен дегенді оқып. Негізі, мысалы, осы мёдты жасайтын аралар бар ғой, солар жаңа айттым 40 күн өмір сүреді деп. Ал егер де оларды жаңағы маткараны тамақтандыратын маточное молочкомен қоректендіретін болса, оказывается, 100-ден 300 күнге дейін дальше ұзақ өмір сүре алатын болады екен. Сонда маточное молочконың ішінде қандай мықты питание болып тұр. Сосын осы егер де көп личинкалар тұрады ғой, араның жұмыртқалары, соларға барып бір личинканы алып тек қана маточное молочкомен қоректендіретін болса, онда одан маткара өседі екен. И біздің организміміз тоже клеткаларымыз жұмыс жасап болғаннан кейін клеткалар өлімге ұшырайды. Сосын сол клеткаларды сыртқа тазартып шығарып отыру керек. Көп адамдарда зат алмасу процесі болғандықтан осы дұрыс шығарылмай қалады клеткалар, и иммунитеті түсе беретін болады. Ал мындай мёд, маточное молочко деген нәрселер, олар чистка жасап отырады екен организмге. Енді егерде маточное молочконы бронхиальная астмасы бар, верхний дыхательный путь дейміз, сондай адамдар ішетін болса, прям иммунитетін күшті көтереді екен. Сосын зат алмасуды реттейді. Жалпы мёдтың айта берсең пайдасы өте көп. Сондықтан да мүмкіндік болса, негізі
күнделікті сіздің рационыңызда бұлар болғаны дұрыс. Себебі сіз бір күннің өзінде қаншама жұмыс жасайсыз, сөйлейсіз, балаларыңыз бар. Негізі көп энергия жұмсаймыз. Энергияның барлығын біз клеткадағы митохондриялардан аламыз. Клетканың құрамында бұрында биологияда өтетін еді ғой, митохондрия, ядро деп, вот сол митохондрия энергияға жауап береді. Солардың барлығын дұрыс орнын толтырып, энергичный болып жүру үшін обязательно не істеу керек? Сіздің өмір сүру, клеткаларыңыздың өмір сүру ұзақтығын жалғайтын осындай ара өнімдерін ішіп жүрген дұрыс. Сұрақ болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған мен дәрігер Маратбековна.